Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен грек жаңғағының пайдасы және де зияны туралы айтатын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Грек жаңғағы адам ағзасы үшін өте пайдалы және де ода дәрумендер мен минералдарға бай. Ол ең алғаш Жерорта теңізі мен Орталық Азияда пайда болып, сол жерден әлемге тарай бастады. Бұл жаңғақтар өзге өнімдерге қарағанда өз бойына көптеген пайдалы антиоксиданттарды жинап алған. Жаңғақ мидың жұмысын жақсылап қана қоймай, сонымен бірге жүрек аурулары мен қатерлі ісікке де таптырмас ем. Көбіне грек жаңғағының өзін жей береді, бірақ оны кейде салатқа, пастаға, таңғы асқа немесе әрқилы тәттілер пісіргенде қолданса болады. Әрі одан кез келген салатқа қосуға арналған жаңғақ майын да дайындайды. Грек жаңғағының пайдасы. Оның құрамында пайдалы дәрумендер, яғни В2, В12, А, Д, С, Е, К, омега-3 және де омега-6, фосфор, марганец, йод, калий, магний сынды басқа да пайдалы заттар мен макроэлементтер бар. Сонымен қатар жаңғақ сиыр етіне қарағанда жоғары калориялы, яғни 17% ақуыз бар. Әрі бұл вегетариандар үшін таптырмайтын ингредиент болып табылады. Грек жаңғағы өздігінен синтезделмеген және ми мен бауырдың жұмысын жақсартатын қанықтырылмаған қышқылдарды қамтиды. Жаңғақ майы қабынуға қарсы бактерицидтік қасиетке ие және де иммундық жүйені дұрыстап, ағзаны әрқилы ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. Жаңғақты жүктілік алдында радиациядан қорғану барысында жадты жақсарту үшін және де жүйке жүйені дұрыстау мақсатында тұтынған жөн. Грек жаңғағының енді зиянына келетін болса, грек жаңғағы мықты калориялы болғандықтан оны семіздікпен күресіп жүргендерге және де балаларға мөлшерден тыс жеуге болмайды. Бұларды теріс тұтыну ми жұмысы мен бадамша бездерінің қызметіне кері әсерін тигізуі мүмкін. Грек жаңғағының кері әсері нейродермит ауруының алдында, шек және асқазан асты аурулары кезінде қолдану қарсы. Өнімді тек балғын кезінде тұтынған дұрыс, өйткені көгерген жаңғақтың құрамында қауіпті ісік пайда болғызатын афлатоксиндер бар. Жаңғақты тұтынарда өте мұқияттылықпен жеген дұрыс. Жаңғақтың пайдасының мол екенін халық медицинасы да дәлелдеп келеді. Өзі ғана емес, қабығы мен жапырағы да емдік мақсатта жиі қолданылады. Жапырағынан ауыз қуысына және қызыл етке арналған тұнба жасайды. Сондай-ақ оның қайнатпасы жараның тез жазылуына көмектеседі. Отадан қалған ізді кетіреді. Ішек құрт, қабыну, қант диабеті ауруларынан айығуға жақсы көмектеседі. Қан құрамындағы холестеринді азайтады, сонымен қатар косметикалық мақсатта да қолданылады. Ақпаратымыз пайдалы болды деген ойдамыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.